Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біз информатика 6 сыныптың 15-ші тақырыбында ID-мен танысу, соның артындағы есептер, тақырыптың артында есептерді шығарамыз. Яғни мына көрініп тұрған төрт есепті шығаратын боламыз. Ол үшін мен Python'ды аштым. Python'ды ашқаннан кейін біз жаңа бетті ашамыз, яғни new file. Енді осы жерге мен мына есептерді жазып көрсетемін. Ол үшін ең алдымен біз print деп жазамыз. Print дегеніміз ол шығару деген мағынаны білдіреді. Жақша ашамыз. 3 қосылған 4 көбейтілген 2, көбейтілген 5, көбейтілген 2, қосылған 7. Бірінші есеп кетті. Енді екінші есепті шығарамыз. Ол үшін мен мынаны копировать етіп аламын. Және қоямын. Қайта жазып жатпау үшін және уақытымызды үнемдеу үшін біз осылай копировать ете салдық. 6 көбейтілген 2, қосылған 9. Екінші есебіміз кетті. Қазір жауабын бірден шығаратын боламыз. Үшінші есепте бізде 25 бөлінген 5, қосылған 9, көбейтілген 2. Енді төртінші есебімізді жазатын боламыз. Көрініп тұр балдар. Ctrl+S деп копировать етіп аламыз да, Ctrl+V-мен қоямыз. Копировать етпей қалды. Басылмай қалды. Соңғы есебіміз 100 азайтылған 84 бөлінген 9, қосылған 24, қосылған 6. Енді балдар, бұның нәтижесін шығару үшін біз не істейтін едік? Run F5-ті басамыз. Кез келген жерге сақтаймыз. Бұл есеп 1 деп қойық. Сақтадым. Енді бізде міне берген жауабы. Міне бірінші есеп 2, 3, 4 берілгені. Мынау бізде жауабы, яғни біріншісінде 59, үшіншісінде 23, төртіншісінде 120,6 шығады екен. Так, балдар, мынау екінші тапсырма талдап салыстырайық деп аталады. Қандай программалар белгісі көрсетілген екеуін салыстырып, әрқайсысының ерекшеліктерін атаңдар. Яғни қазір бұны мен дәптерге орындап көрсетемін. Екінші тапсырманы бізде біріншісі ол Python бағдарламасы көрсетілген. Значогы, екіншісінде бізде SketchUp бағдарламасы. Қазір осының ерекшелігін жазып көрсетемін. Мұны балалар талдап салыстырайық тапсырмасының жауаптары. Екінші тапсырма Python бағдарламасы біріншісінде, екіншісінде SketchUp бағдарламасының значогы логотипі берілген. Енді ерекшелігі Python бағдарламасы ол ең көп таралған қазіргі кездегі бағдарламалау тілі болып табылады. Яғни жоғары деңгейдегі деректер құрылымын қамтамасыз ете алады ерекшелігі. Екіншісі бізде SketchUp бағдарламасы. Мына жерде ашық алып кетіпті. SketchUp бағдарламасы ол әртүрлі бейнелердің үштік өлшемін көруге болатын бағдарлама. Тек қана сонымен қатар көріп қана қоймай, объектілердің үш өлшемді модельдерін де өзіміз құрастыруымызға болады. Естеріңде болса, сол тақырыпта біз жаңа кружка, баспалдақ, әртүрлі бейнелерді өзіміз жасап көрген болатынбыз. Так, балдар, бізде үшінші тапсырмада дәптерге орындайық деген, яғни бізде Python бағдарламалау тілінде мәзір жолағында батырмалардың атауын қазақ және орыс тіліне аударып дәптерге жазу керек тапсырмасы. Яғни мен бүйтіп жаздым. Файл, қазақшасы, орысшасы. Edit, өңдеу, редактировать, shell бізде қабықша, оболочка, debug, жөндеу, отлаживать, options, операциялар, операции, поступины, window бізде терезе, окно. Осылай жазып аламыз дәптерге.